Сәлем қыздар, сіздер де осындай салатты, корейский салатты сатып алып жүрсеңіздер, сатып алмай-ақ үйде жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін менімен бірге жасап көріңіздер. Өте оңай. 2 заттан тұрады. Үлкен капуста мен үлкен сәбізді аламыз. Және де қақпағы жабылатын ыдыс-қана қажет. Ал кеттік, жасап көрейік. Ең алдымен капустамызды үлкен қылып турап алатын боламыз. Дәл видеодағылай жасап көріңіз. Үлкен болып тұру қажет. Төртбешті қылып тураймыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Төртбешті қылып турап, ыдысымызға салып отырамыз. Турап болған соң, біріккен капусталарымызды ажыратып аламыз. Жабысып, құшақтасып тұрған капусталарымызды осылай бір-бірінен ажыратып аламыз. Ажыратып болды. Енді 1 қасық тұзымызды салып, қолымызбен мұжитын боламыз. Қатты мұжымайсыздар, жай үстінен сок шығу қажет. Су шығады. Су шыққаннан кейін астына осындай су шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, ол суды төгіп тастайтын боламыз. Енді сәбізімізді осылай теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізіп болған соң, сәбізіміздің үстіне 1 қасық қантымызды қосып, тағы да қолмен аз-аздап мұжып алатын боламыз. Мұжып болған соң, біз табамызға майымызды қыздырып алатын боламыз. Ешқандай пияздың салудың қажеті жоқ. Енді специяларымызды саламыз. Ашты бұрышымызды, паприкамызды, кориандрымызды, және де бізге түс керек. Түсі болу үшін біз куркуманы саламыз. 1,5 қасық. Оның үстіне чесногымызды тура ортасына бәрі специяларымызды саламыз. Ортасына салдық, өйткені қазір майымызды дәл үстіне құятын боламыз. Енді ыстық күйінде тез араластырып алатын боламыз. Түсі де өзгере бастады. Ол куркуманың арқасында қазір мұжғылап, согымыз шығады. Үстіне уксусымызды құйдық. Уксусты 1 қасық құйдым. Сіздер көп салып қоймаңыздар. Жарты сағаттан кейін алып жей-берсеңіздер болады. Сатып алғаннан гөрі дәл осылай жасасаңыздар, бюджетный вариант деп атасам да болады. Осындай тағы да рецепттер көргілеріңіз келсе, колокольді басып, подписканы басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, Жаңыл Үсен қызы. Рахмет.